Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін бізде Қазақстан тарихы пәні. Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы өте қызықты тақырып деп ойлаймын сіздер үшін. Сондықтан сабақты бастамасы үшін сіздерге мынадай суреттерді бергім келіп отыр. Сабақтың тақырыбын тауып көріңіздерші. Сіздер осы суреттерді көрген кезде қандай ой келді? Келесі суретті көрсетсем де болады. Бұл қабырғадағы ілінген суреттер арасында қандай байланыс бар деп ойлайсыздар? Сіздерге қандай ой келді және бүгінгі сабақтың тақырыбы қалай аталуы мүмкін? Ойланыңыздаршы, студенттер. Ендеше сабақтың тақырыбын айтайын. Әлемдік мәдениеттің дамуына орталық Азия халықтарының қосқан үлесі деп аталады. Жалпы біз бұл сабақтағы негізгі оқу мақсатымыз орталық Азия халықтарының рухани мәдениеті мен материалдық мәдениеті саласындағы жетістіктерін талдау арқылы адамзаттың дамуына қосқан үлесін қорытындылау. Бағалау критерийлері, білу және түсіну орталық Азия халықтарының мәдени жетістіктерін анықтау, ойлау және талдау орталық Азия халықтарының мәдени жетістіктерінің адамзаттың дамуына қосқан үлесін талдау. Зерттеу сұрақтары орталық Азия халықтарының мәдениетінің өзгешелігі неде? Орталық Азия халықтарының мәдениеті неліктен әлемдік мәдениеттің дамуында ерекше орын алады деп аталады. Келесі кезеңде бағалау парақшасымен таныстыра кетейін. 3 тапсырма беріледі және дескрипторлар беріледі. Ең жоғарғы балл 100%. Осы 100%-ды жинақтаймыз әр кезеңді орындау барысында және бағалау шкаласы бойынша баға қойылатын болады. Ендеше сабағымызға оралайық. Әлемдік мәдениеттің дамуына орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. Жалпы мәдениеттің өзі екіге бөлінеді. Материалдық мәдениет және рухани мәдениет деп. Енді біз осы мәдениеттің әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Материалдық мәдениетке нелер жатады? Мысалы, ерте кезде қолданылған негізгі құралдың түрлері негізінен қыштан, тастан, сүйектен, мыстан, қоладан және темірден жасалған еңбек құралдарын алсақ болады. Және қару түрлері, тоқыма бұйымдары, киген киімдері, тұрған қоныстары, осының бәрі біздің материалдық мәдениетімізге жатады екен. Ежелгі ертедегі көшпелі өркениеттің ішінде андрондықтардың әскери арбаларына тоқталайық. Қола дәуірінің негізгі көлік құралы олар әскери арбалар болған. Ең алғашқы 2 доңғалақты әскери арба біздің заманымыздан бұрынғы 20-18 ғасырларда Қисық көлдегі сынтасты қорымнан табылған. Арбалар негізінен еменнен, ағаш бөренелерінен, қайыңнан жасалған екен. Бұл арбалар 2 доңғалақты және олардың алдыңғы бөлігі аттарға жегілген, ал артқы бөлігінде жауынгердің өзі тұратын болған. Арбаларды атқа жегу арқылы аттарды тізгіндейтін болған. Яғни мынадай жіптермен немесе қамшымен тізгіндеп отыратын болған. Бұл арбаларды көбінесе соғыс жағдайында пайдаланатын болған. Және де арбаның оң жақ бүйірінде арнайы садақ қорамсағы жапсырылған. Және бұл қорамсақты жаңағы соғыс кезінде садақтың жебелерін салып қоятын болған. Садақтың өзінің де қорамсақтары болған. Сонымен қатар жауынгерлер негізінен бастарына дөңгелек пішінді дулыға, үстілеріне теріден немесе темірден жасалған осындай жеңсіздер және қолдарына дөңгелек немесе 4 бұрышты қалқандар пайдаланатын болған. Сонымен қатар негізгі қару түрлері найзаларды, ұзын найзаларды, айбалтаны, шоқпарды, қанжарларды пайдаланған екен соғыс кезінде. Келесі материалдық мәдениетіміз бұл біздің Арқайым қаласы.
Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың соңы мен 2-ші мыңжылдықтың басында ұлы даланың оңтүстік, жайық, солтүстік Қазақстан аймақтарында нақты жоспармен тұрғызылған бірнеше бекініс қалалар мен қоныстар пайда болған екен. Осы қоныстарының ішіндегі ең жақсы сақталып қалғаны ол біздің Арқайым қаласы болған. Арқайым қаласы дөңгелек пішінді қала болған. Бұл қалалардың тұрғызудың негізгі мақсаты сыртқы жаудан қорғану болатын. Сонымен қатар бұл қаланың орталық бөлігінде көбінесе жиналыстар өткізілетін болған және бұл көшелердің қиылысы болып табылған. Бұл қалалардың төрт жағынан төрт жаңағы қақпалары болған, 4 есігі болған. Яғни бұл есіктер негізінен сыртқа шығуға пайдаланылған және сыртқы жаудан қорғану мақсатында жасалған. Негізгі тарихи деректерге сүйенсек, бұл Арқайым қаласы 3 рет тұрғызылған деп есептелінеді, өйткені 3 қабатпен қапталған екен, 3 рет қапталып жасалған екен. Себебі алғашқы кезде тек қана тұрғындар ғана, адамдар ғана тұрса, кейінгі бөлігін малдармен қоса тұру үшін қайтадан қосқан екен. Бұл да біздің материалдық мәдениетіміздің бір үлгісі. Келесі біз сақтардың қаруларына тоқталайық. Сақтардың негізгі қаруы скиф үлгісіндегі садақ болып табылады. Көлемі М тәріздес. М тәріздес мынадай садақтарды пайдаланған. Ал жебелердің ұштарын көбінесе қоладан, темірден жасаған екен. Жебені арнайы салатын қорамсақтары бар және садақты салатын садаққап болған. Ал бұл жебемен садаққаппен қорамсақты садақ бауға тізіп, оны ілгек арқылы мынадай етіп беліне байлап алатын болған. Келесі бір материалдық мәдениетіміз ол пазырық кілемі. Әлемдегі түкті кілемдердің алғашқылары. Ол Алтайдағы пазырық қорғандарының бірінде мәңгілік тоңның астында ешқандай бұзылмаған күйінде сақталған екен. Бұл кілемнің орта тұсы 5 қатар жиектемемен көмкерілген 4 бұрышты болып келеді және жиектерінде көптеген геометриялық өрнектермен безендіріліп, грифан, бұғылар, салт аттылар мен гүлдер бейнеленіп салынған екен бұл кілемде. Бұл пазырық кілемі ертедегі көшпелілерде кілем тоқу өнері жоғары деңгейде болғандығын көрсетеді. Материалдық мәдениеттің бір үлгісі ол әйелдер киімі мен ер адамдардың киімі. Жалпы пазырық, есік, аржуын қорғандары кешенінен табылған жәдігерлерге қарайтын болсақ, әйел адамдар ұзын, кең етекті осындай көйлектер киетін болған. Көйлектерінің сыртынан жаңағы белдемше жүннен немесе теріден тоқылған белдемше киетін болған. Бұл белдемшенің жағасы дөңгелек, жеңдері ұзын және бел тұсы жаңағы сары, қызғылт түсті, шашақты белбеумен байланған және сырт киімдері болатын болған. Сырт киімдерін суырдың терісінен, қара бұлынның терісінен жасап, қалың етіп осылай тоқып киетін болған. Пазырлық әйелдер шаштарын толығымен алып тастайтын болған және бастарына мынадай киізден жасалған және іші шашпен тігілген осындай бас киімдер киетін болған. Ал сақтардың ерлері жеңі ұзын және белден төмен түсетін мынадай жейдемен балақ жағы тарлау шалбарлар киетін болған. Жейденің сыртынан ұзын түймесіз шекпен киеді. Оның көбінесе желбегейі жамылған бұның сыртынан. Аяғына теріден табан орнатылған киіз етік киген, әйелдері де сондай киіз етіктер киетін болған.
Бұл дегеніміз сақтар киімдерін әр алуан материалдардан, яғни мақтадан, жүннен, киізден, теріден, былғарыдан дайындап, оны әшекейлермен безендіріп кигендігін көрсетеді. Киіз үй бұл Еуразияда көшпелілерінің ұлы туындысы деп атасақ болады. Киіз үй жалпы біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығының бірінші жартысына тиесілі деп айтады археолог ғалымдарымыз. Өйткені Федоров қоныстарынан біздің заманымыздан бұрынғы 12-9 ғасырларда жер қабаттарын қазу кезінде дөңгелек пішінді баспаналар тапқан, яғни мына шаңырақтың жоғарғы бөлігін тапқан. Ол кезде әрине бұл киіз үй дәл қазіргідей емес, жаңағы төбелерін шөптермен, терімен және қаңқалармен, жапырақтармен жауып солай пайдаланылатын болған. Кейінірек көшпелі өркениеттің дамуына байланысты бұл киіз үйдің де бөліктері дами бастайды. Шаңырағы, керегелері, уықтары дами бастайды. Және арнайы жинауға ыңғайлы етеді. Өйткені көшпелі өркениеттің пайда болуына байланысты қазақ халқы әр жерге сақтар, көшпелі ерте дәуірде көшпелі тайпалардың барлығы осы киіз үйді пайдаланған екен, көшіп қонуға ыңғайлы болғандықтан. Осымен материалдық мәдениетімізді қорытындылай келе, еңбек құралдары, баспаналары арқылы біз ертедегі материалдық мәдениеттің қалай болғандығына тоқталып білген болатынбыз. Енді рухани мәдениетке тоқталайық. Жалпы рухани мәдениетіне біз әдебиет пен көркем шығармашылық, архитектура және өзге де ескерткіштерден көрініс табады. Рухани мәдениет, жалпы рухани мәдениет деген кезде ең бірінші бізге жерлеу қорымдары есімізге түседі. Өйткені адамдардың мәйітті жерлеуі, мәйітті жерлеген кезде олардың қасына арбаларын, жаңағы өзінің жылқыларын, малдарын, ыдыс-аяқтарын бірге қосып жерлеуі, немесе жерлеу кезінде адамның басын батысқа немесе оңтүстік батысқа қарай жерлеуі, бұның барлығы о дүниенің барына сенуі, қандай да бір олардың рухани дүниесінің болғандығының айғағы болып табылады. Жеке-жеке тоқталатын болсақ, күн құдіретіне табыну. Авестаның ежелгі бөлімдерінде Андронов тайпаларының аңыздары мен олар табынған құдайлар туралы айтылады. Сол кезде ең басты құдірет ол күн бейнелі құдай болған екен. Ол достық пен махаббаттың үлгісі ретінде әділ сот деп есептелді, және ол адамдар мен малдарды жамандықтан сақтайды деп сенген екен. Бұны біз таңбалы тастан табылған, таңбалы тас ескерткіштерінен табылған күн басты құдай және оларға сыйынып жатқан, оны айналып билеп жатқан адамдар бейнесінен білуімізге болады. Одан кейін отқа табыну. Андрондықтар дәуірінің соңы мен сақ заманда дала тайпаларының отқа табыну болған туралы деректер жиі кездеседі. Оны біз ең бірінші жаңағы жерлеу дәстүрлерінен білсек болады. Құрбандық шалған кезде немесе жерлеу дәстүрлерінде кейбір жаңа қорымдардан табылған жаңа археологиялық мәліметтерге сүйенсек, көбінесе күлдің табылуы бұл мәйіттерді оның заттарымен бірге өртеп және соны жерлегендігін көруімізге болады. Бұндай отқа табыну туралы мол мағлұматты біз Бесшатыр, Жетісу қорғандарынан кездестіруге болады. Одан кейін бабаларға сыйыну, о дүниенің бар екеніне сыйынған екен, және адамдарды кейін келе өртемей жерге бірнеше жаңағы қорымдар, арнайы қорымдар салып адамдарды жерлеген болатын. Жаңа айтып кеткендей, бұл дүниеде адам қалай өмір сүрсе, о дүниеде де сондай өмір бар деп есептеп, оның қасына барлық керек жарақ ыдыс-аяқтарын, тамақтарды, кей кезде тамақтарды да жылқыларын да қосып, әйелдерін де кей кезде қосып жерлеген екен. Өйткені о дүниеде бұл заттың барлығы қажет болады деп есептеген екен.
Бұл заттар марқұмның о дүниесінде қажет деп санаған екен, иә. О дүниеге сенуі. Келесі аң стилін жалпы андрондық өнер ерте дәуірде көбінесе мыстан, кейін келе қоладан, кейін келе алтыннан жасалған көптеген әшекей бұйымдарды пайдаланғандығын көруге болады. Бұл деген зергерлік өнердің дамығандығының белгісі. Мысалы, археологиялық зерттеу кезінде табылған айналар, моншақтар, түйреуіштер, айылбастар, жүзіктердің, бұлардың барлығы көбінесе аң стиліндегі бұйымдардың табылуы. Әсіресе сақ скиф көшпелі қауымына тиесілі аң стилі өнері ұлы даланың орталық аймағындағы сақтардың арасында пайда болды. Оның бір белгісі, біз алтын адамның табылған, есік қорымнан табылған алтын адамның бас киімінде де көптеген аңдардың бейнесі бейнеленген. Осындай көбінесе қандай аңдар дейсіздер ғой бейнеленген, қандай хайуанаттар, яғни бұл жерден бұғылар, жолбарыс, бұлан, арқар сияқты аңдардың бейнесі белгіленген киімдер пайдаланған екен. Киімдерге және әшекейлерде осындай бейнелер бейнеленген екен. Бұл дегеніміз зергерлік өнердің өте жақсы дамығандығының көрінісі болып табылады. Жалпы қорытындылай келе, біз орталық Азия халықтарының материалдық мәдениетін, рухани мәдениетін зерттеу арқылы олардың жан дүниесімен, жалпы ойлау жүйелерімен таныса келе, олардың қандай жаңағы үйлерде тұрған қандай киім кигенін, қалай өмір сүргендігі туралы толық мәлімет ала аламыз. Ендеше тапсырмаларға тоқталайық. Менің бүгінгі түсіндіргенімді жақсылап түсінді деген ойдамын. Тапсырмаларға тоқталсақ, тапсырма деңгей бойынша берілген. Бірінші тапсырма өте жеңіл тапсырма. Мәтінмен жұмыс. Сіздерге қосымшада мәтін берілген. Сол мәтінді бірінші оқып шығамыз. Одан кейін бірінші қадам жасаймыз. Орталық Азия халықтарының материалдық мәдениетінің жетістіктері туралы алғашқы білімдерін көрсету. Яғни сіздер мәдениеттің материалдық және рухани мәдениетке нелер жатады? Төртеуін жазып шықсаңыздар болады, немесе одан да көп жазсаңыздар болады. Екінші қадам орталық Азия халықтарының материалдық мәдениетінің жетістіктерін анықтап, салалар бойынша жіктеу. Яғни осы жердегі салаларды алсаңыздар да болады, немесе басқа салаларды алып, жалпы бөліп жазып шығу керек. Екінші тапсырма, бұл енді бірінші тапсырманың дескрипторлары. Екінші тапсырма зерттеу сұрағы. Орталық Азия халықтарының материалдық мәдениетінің өзгешелігі неде? Орталық Азия халықтарының рухани мәдениеті неліктен әлемдік мәдениеттің дамуында ерекше орын алды? Яғни сіздерге үлгі берілген. Орталық Азия халықтарының материалдық мәдениетінің ерекшеліктері осындай. Немесе орталық Азия халықтарының рухани мәдениетінің ерекшеліктері осындай деп өз ойларыңызды жазасыздар. Зерттейсіздер, өз беттеріңізбен зерттеп, және осы сұрақтарға жауап жазасыздар. Үшінші тапсырма бағалау. Жалпы ойларыңызды жинақтай отырып, орталық Азия халықтарының мәдени жетістіктерінің адамзат дамуына қосқан үлесін баға беріңіз. Өзіңізше баға бересіз. Яғни сауатты құрылу керек. Бұл жаңа эссе сияқты жазсаңыздар болады. Жүйелі, дәйекті, дәлелмен тұжырым жасауларыңыз керек. Одан кейін бұның бәрі бағаланады. Біздің WhatsApp желісіндегі чатымызға сабақты орындап біткеннен кейін рефлексия жасаймыз, яғни өзін-өзі бағалау. Өздеріңіз жайлы мәлімет жазасыздар. Мен барлығын түсіндім, тапсырмаларды, осындай тапсырмаларды орындадым. Мен орташа түсіндім, тапсырмалардың мыналарды ғана орындадым, мыналарда қиналдым деген сияқты өз ойларыңызды маған жазып жіберіңіздер. Мен сол арқылы сіздердің бүгінгі тапсырманы қаншалықты түсінгендіктеріңізді білетін боламын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.